Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі пайдалы, түсі қанық қызыл боп шығатын борщ дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен алдын ала қызылшаны 40-50 минуттай пісіріп алдым. Негізі бұл аралықта қызылша толықтай піспейді, яғни жұмсару үшін біз міндетті түрде салқын суда ұстаймыз. Кейін ыдысымызға етімізді және керекті мөлшерде суымызды құямыз. Артынша тұздаймыз. Плита немесе газды жоғарғы температураға қойып, етімізді қайнатамыз. Қайнауға жақын қалғанда үстіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Кейін сорпа толықтай қайнағаннан кейін плитаның астын басып, жай отта 2 сағат қайнатамыз. Етіміз піскенше орам жапырағымызды турап аламыз. Орам жапырақты жіңішкелеп турап болған соң, етіміздің пісуіне 10 минуттай қалғанда картопымызды салып жібереміз. Мінекей етіміз біздің толықтай пісіп шықты. Етті алғаннан кейін тағы сорпаны 2-3 минут қайнатамыз, одан кейін барып орам жапырақты саламыз. Борщымызды тағы 15 минут пісіреміз. Мінекей біздің борщымыз дайын болды. Енді дайын болған борщтың үстіне қызылшамызды саламыз. Борщты ешқандай қайнатпаймыз. Плитаның астын сөндіріп, жақсылап араластырамыз. Тағы кішкене уақыт тұрса, борщымыз қанық түске енеді. Кейін туралған етімізді қосамыз. Мінекей біздің борщымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі пайдалы, ешқандай май қосылмайды. Борщты тек осы рецептпен ғана жасаймын. Отбасыларыңызға жасап қуантып қойыңыздар. Рецепт ұнаса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Тағам ТВ арнасы жаңадан шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.